Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге ибро ағайларыңыз. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз рационал алгебралық өрнектерді тепе-тең түрлендіру. Біз осы тақырыпта көбейткіштерге жіктеуді түсінетін боламыз. Көбейткіштерді жіктеу дегеніміз өрнекті көбейтінді түріне келтіру. Мен осыны мысалдармен келтіретін боламын. Яғни біздің бірінші есебіміз x куб қосылған x квадрат y қосылған y квадрат қосылған y куб. Яғни бұл есепті шығару үшін біз мына жерден x куб x квадрат y қойып, осы жерден барынша ең кішісін шығарамыз. Яғни x квадрат шығарып жіберсек, мына жерден x квадрат шығарсақ, яғни мына жерде x қалады. Арасында қосу ұмытып кетпейміз. Яғни мына жерден x квадрат y-де x квадрат шығаратын болсақ, мына жерде бізде y қалады. Мына жерде енді осы жерден, яғни мына жерде y квадрат, мына жерде y куб қой. Яғни осы жерден кішісін шығаратын болсақ, y квадрат шығарсақ, қосу y квадрат, мына жерден y квадрат шығаратын болсақ, бізде x қалады. Қосылған, мына жерден y кубтан y квадрат шығаратын болсақ, яғни y қалады. Қараңыздар, енді осы жақшадан біз x плюс y-ті шығарып жіберсек, x плюс y-ті шығаратын болсақ, бізде арасында көбейту x квадрат қосылған y квадрат болады. Осы бірінші есеп осымен тамам. Екінші есеп. Осы екінші есеп шығарып кетсек, осы жерге қарайтын болсақ, осы жерде ең кішісін шығарып жіберсек, x квадрат жақса сыртынан шығарып жіберсек, мына жерде бізде x қалады, азайтылған 2y қалады. Енді мына жақта қосылған, мына жерден бізде қарайтын болсақ, y квадрат x азайтылған 2y куб қой. Дұрыс па? Осы жерден біз кішісін шығарсақ, y квадрат шығарып жіберсек, x азайтылған, мына жерде бізде 2y қалады. Яғни бізде 2 анамыз бірдей болып тұр, дұрыс па? x минус 2y. Яғни осыны жақша сыртынан шығарып жіберсек, x минус 2y-ті. Сонда бізде көбейту, мына жерде сонда x квадрат қосылған y квадрат болады. Біздің келесі есеп. Бұл жерде ойлану керек болады. Яғни міне x квадрат минус y квадрат бізге таныс болып тұр. Яғни a квадрат минус b квадрат формасын келіп тұр. Ол дегеніміз a минус b a плюс b. Яғни осы x квадрат минус y квадратты осы формулаға сай ашып жіберсек. Сонда бізде x минус y көбейту x плюс y. Ал мына жерден 9 шығарып жіберсек жақсы сыртына. Енді осы жерден біз x минус y-ті жаққа сыртынан шығарып жіберсек, екеуінде ұқсас тұр, яғни. Біздің жауабымыз осылай. Төртінші есебіміз. Бұл төртінші есеп үшінші есепке ұқсас болып келеді. Яғни 4x квадрат қосылған y минус 2x минус y квадрат. Яғни бұл жерде мен 4x квадрат пен минус y квадратты бірге жазсам, жай ғана өзіме жеңілдетіп аламын.
Енді бізде 4x квадрат минус y квадрат бізге a квадрат минус b квадрат формасына келіп тұр, иә? Соны ашсам. Яғни бізде 4x квадрат минус y квадрат осы формаға келіп тұр. Төрт x квадрат минус y квадратты ашып жіберсем. Екі x минус y көйді жақшаны ашамыз. 2x қосылған y болады. Ал яғни мына жерде мен 2x минус y-ке қосату үшін мына жерде мен минус таңбасын алдына жақшаның сыртына шығарып жіберсем. Сонда минус бізде минус таңбасын жақшаның сыртына шығарып жіберсем, мен мына жерде 2x болады. 2x азайтылған y. Енді біз осы жерден 2 ұқсас шығарып жіберсек, 2x минус y-ті жақшасы сыртынан шығарып жіберсек. Тағы 2x минус y жақшасы сыртынан шығарып жіберсем, менде сонда 2x плюс y азайтылған 1 болады. Осымен төртінші есептің жауабы осымен. Тамам. Келесі есепке өтетін болсақ. Келесі есеп бізде 5x квадрат y азайтылған 4x y квадрат минус y куб. Яғни осы жерден біз жақша сыртына бәріне қарап тұрсақ, y бар, иә? Сол y-ті жақша сыртына шығарып жіберсек. Сонда бізде 5x квадрат азайтылған 4x y азайтылған y квадрат қалады. Енді мына жерде жіктеу үшін ойлану керек болады. Біз мына минус 4x y-ті былай жазып алсақ. Минус 5x y қосылған x y. Яғни ештеңе өзгермейді. Минус 5x y қосылған x y ол бізде минус 4x y те береді. Яғни ештеңе өзгермейді. Өзімізде жеңілдетіп аламыз. Сонда y жақсы ашамыз. 5x квадрат минус 5x y қосылған x y азайтылған y квадрат. Енді қараңыздар. Мына жерде ұқсас болып тұр, мыналар. Осы жерден 5x-ті жақсы сыртынан шығарып жіберсек. Яғни сонда 5x-ті жақсы сыртынан шығарып жіберсек, мына жерде x минус y қалады. Қосылған. Мына жерде екеуінде де y бар. Сол үшін y-ті жақсы сыртынан шығарып жіберсек. Сонда x минус y болады. Енді қараңыздар. Осы жерде бізде екеуі ұқсас, x минус y пен x минус y. Осы жерден тағы жақсы сыртына шығарып жіберсек, x минус y-ті. Сонда y жақшы ашамыз. X минус y-ті. Сосын сонда бізде 5x қосылған y болады. Жақшы ашамыз. 5x қосылған y. Осымен жауабымыз тәмам. Осымен сабағымыз соңына да жеттік. Сіздермен болған Ибро ағайларымыз. Келесі кездескенше.